бэкстейдж болып тұр. Сол қандай бастайық. Так, енді көрейік. Шамдарым бар. Посмотрим, чай ішіп алайықшы. Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Казмет. Және де бүгін біз сіздермен Work and Travel 2023 туралы сөйлесеміз. Наконец-то. Жалпы Work and Travel бағдарламасына 18 бен 25-27 жастағы жастар қатыса алады. Нақты негізгі талап ол бізде университет қабырғасында оқу, яғни очный түрде, заочный деген вариант бұл жерде қарастырылмайды. Және де егер де соңғы курс студенті болатын болсаңыз, визаны беру ықтималдылығы едәуір төмендейді. Визаның жаңағы көбінесе 1 мен 3 курс аралығында сол визалар беріледі. Егер де сіз медицинада оқитын болсаңыз, сізге виза берілу ықтималдығы жоғарылауы мүмкін. Ол да айтпайды, то что сіз міндетті түрде барасыз дегенде, себебі ол әр кезде әртүрлі жалпы бір себептерге байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. Біз ешқандай білмейміз, кім оны визаны 100% ала алады, кім 100% ала алмайды деген сияқты. 4-5 курс болсаңыз да, главное сіз интернатураны немесе резидентураны жалғастыра алатын бір дәлеліңіз болса, то сіз бару мүмкіндігіңіз бар. Яғни сіз оны барып тапсырып, ары қарай өз бағаңызды сынап көре аласыз. Сондай-ақ магистратура бойынша сіз 4-ші курсты бітіріп жатырсыз, диплом аласыз, бірақ магистратураға түскеніңізді дәлелдейтін бір құжатыңыз болса, то міндетті түрде сіз тапсыра аласыз. Бірақ енді ең соңғы курс болсаңыз, то өкінішке орай кішкене болсын алу мүмкіндігі төмендейді. Но алу мүмкіндігі бар. Төмен болса да. Так, екінші. Біз осы Work and Travel 2023 жылғы бағдарламасының қатысушыларымыз. Меруерт екеуміз бір штатта, бір қалада жұмыс жасадық. Нью-Джерси штаты, Сисайд Хайтс қаласында. Главный оферіміз, ең басты оферіміз, ол Three Brothers from Italy Pizza деген пиццерияда болған болатын. Counter Help деген позицияда біздің негізгі жұмысымыз ол келген қонақтарға обслуживание жасау, олардың заказын алу және де заказды беру. Қалған жұмыстарымыз сол жақта қызметкерлерге көмектесу, тазалықпен айналысу деген сияқты. Оны ары қарай жасай береміз. Одан кейін екінші жұмысты табу бізге мүлдем қиындық тудырмады. Сол аптаның ішінде прям 2-3 күн уақыттан кейін тауып алдық. И ол хаускипер позициясында, ол жақта бөлмелерді мотельде жинайтынбыз, және де біз тегін тұрдық. Сол жақта өзімізге бөлек бір бөлме берді. 3 қыз жалпы өзіміздің кухнямыз, туалет ваннамыз, төсектеріміздің барлығы өзіміз бөлек тұрдық, яғни. Сондықтан да өте жақсы. Бара салысымен міндетті түрде өздеріңізге екінші жұмыс тауып алыңыздар, немесе сағаттарыңызбен қарастырыңыздар. Себебі сіздерге барынша көп табыс табу керек қой, сондықтан да ол өте маңызды. Және де екі жұмысты жасағанша, егер де бастығыңыз келісетін болса, овертаймға, ол тіптен жақсы. Бір жұмыста таңнан кешке дейін жұмыс істесеңіз, 8 сағат қалыпты түрде $14, $15 шамасында төленеді. Ары қарай әрбір сағатқа овертайм ретінде $21-22 төленуі мүмкін. Яғни өзіңіздің басында қарайсыз ғой? Оферіңізді овертайм бар ма қараңыз, овертайм қалай есептелінеді? Мысалы, сізге делінді делік, мысалы $14 сізге айтылады, әр сағаттан $14 төленеміз. Аптасына сіз 40 сағаттан жоғары жұмысы жасайтын болсаңыз, мәселен, сіз 60 сағат жұмысты жасадыңыз, 40 сағатты сізге $14 есептелінеді, қалған 20 сағатты соның 1,5 ставкасы, яғни $21 есептелінетін болады. Ол өте жақсы мүмкіндік, ары қарай табысыңызды көбейту үшін. Сондықтан да овертаймға міндетті түрде назар аударыңыздар. Екінші жұмыс орын тарапынан бізде хаузинг берілген болатын. Бірақ та бұл жерде айта кететін жағдай, ең бірінші жалпы құжаттарды толтырып жатқанда, белгілі бір компаниямен келісім шартқа отырған кезде хаузинг туралы сұрауға, яғни нақтылауға ұмытпаңыздар. Ол сіздерде договорда кәдімгідей жазылып тұрады. Мысалы, Three Brothers бізге берген хаузинг, біз бардық ол жерге, $150, яғни әр адамға мөлдір екеуміз тұрдық, $300 получается, аптасына төлеген болатынбыз. Бірақ та біз бір апта тұрдық, потом уже бір аптадан кейін өзіміздің екінші жұмыс орнынан бізге хаузинг берілген болатын. Және де егер де сізге хаузинг ұнамайтын болса, өзіңіз қалауыңыз бойынша қай жерге, қаншалықты расстоянияға, қандай бөлмеге, любой жерге барып тұра бересіз. Главное, ол туралы координаторды ескертіп қойған жөн. Бұл жерде барлығына, яғни біз сияқты тегін жүйе берілмейді. Шамамен 125
$150 шамасында тұрады аптасына әр адамға. Ол ең аз деген. Ең аз дегені, иә. Біз басында бізге айтқан $70 болады деп, біз бәріміз вау деп қалдық та. $70 біз Seaside Heights-та, яғни біз вообще таба алмадық. 125 как минимум болды. Сондықтан да сіздер мүлдем уайымдамаңыздар, ұнамай қалса деген сияқты. Сіздер ең бірінші компаниямен келісесіздер, жұмысты таңдайсыздар, потом жұмыстың несіне офферынан қарайсыздар, хаузинг беріледі ма, берілмейді ма, берілмесе сіздер қалай таба аламын деген сияқты. Координаторларыңыз сіздерге сол штаттың, сол қалғанның группаларына қосады, телеграмда неше түрлі группалар бар, сол жақтардан сұрай аласыздар. Және де енді по-любому ол жақтарға студенттер көп баратын болғандықтан, басқа да қазақтар болады, басқа да мемлекеттен келген студенттер болады, сондықтан да олардың барлығына бірге тұратын жер таба аласыздар. Ол жер ұнамаса басқа, енді біздің Қазақстан сияқты ғой, бір квартира сізге ұнамайды, басқа квартираға барып сіз аренданы өзгертіп тұра аласыз деген сияқты. Сондықтан да үй жағынан негізі проблема болмайды, тағы қалмайды, уайымдамаңыздар. Точно, қазақты ешқашан, яғни Америкада, яғни қалдырып кетпейді. Және де ширақтылыққа байланысты, яғни басқа студенттерге қарағанда едәуір ширақ болуыңыз керек. Сол кезде жаңағы жақсы жұмыс, жақсы зарплата, жақсы орын, барлығы жақсысын табуға мүмкіндік бар әрдайым. Ең бірінші сіздерге компанияны таңдау керек болады. Яғни осы work and travelға подаваться ету үшін белгілі бір компаниялар көп. Соны таңдайсыз, белгілі бір договорға отырасыз. Біз сіздерге айта алмаймыз, осы компания жақсы, осы компания жаман деген сияқты. Себебі әртүрлі олардың беретін офферлары да, услугалары да енді ұқсас, бірақ бағалары да қатты не емес, айырмашылығы жоқ. Примерно бір $200-300 шығар, плюс-минус сондағысы. Прям осы арзан екен, ойбай, осы қымбат екен, не надо деп айта алмаймыз. Біз өзіміз біраз қарадық, енді өзімізге бір ыңғайлы болған таңдадық негізінен. Жалпы сіз ең бірінші қараған кезде қай жақта штаттардан береді, офферлары қандай, соған міндетті түрде назар аударыңыз, ал қалғандарын негізі барлығы жасай алатын услугалар береді негізінен. Сондықтан да барлық компаниялар жақсы біздің Қазақстанда. Ол жағынан күшті көмектер беріледі. Одан кейін сол ең бірінші өзіңіздің офферіңізге қараңыз. Программаның бағасы негізінен қанша шықты бізге? Ол $4000 мен $5000 арасында шықты. Біз сіздерге қазір нақты айта алмаймыз, себебі плюс-минус кеткендер болды деген секілді. Самолет, жаңағы страховка, оффердің бағасы, визаға кіретін ақшам барлығы санағанда примерно $4400 шықты. Жалпы одан соң өзімізден карманный деньги алған болатынбыз. Енді общий примерно сол $5000 шықты. Себебі сіз Америкаға бардыңыз, визадан өттіңіз, ұшып бардыңыз, Нью-Йоркқа келдіңіз, иә. Одан кейін өзіңіздің штатыңызға жету үшін сізге қаражат керек. Сіз деген автобусқа, таксиға, білмеймін, белгілі бір транспорт арқылы сіз өзіңіздің штатыңызға жетесіз, өзіңіздің орныңызға жайғасасыз, оған сізге арендаға ақшаны заранее төлейсіз. Мен жұмыс істеп алайын, потом төлеймін дегенге көп адамдар келісе бермейді. Бар шығар келісетіндер, но өте аз. Сондықтан да өзіңіздің бастапқыға ақшаңыз қажет болады. Себебі сіз как минимум бір апта жұмыс істегеннен кейін барып қана өзіңіздің айлығыңызды аласыз. Жұмыс жасамай тұрып сізге ешкім айлықты бере алмайды ғой аванс ретінде, потому что бірінші рет келіп тұрсыз, ешкім оған сенбейді. Ал негізінен кейбір штаттарда ол 2 аптада бір беріледі. Сондықтан да міндетті түрде өздеріңізбен қаражат болғаны абзал. Ешқандай қорқынышсыз сол жерде жүре аласыздар. Біз $1000 алған болатынбыз қаражат ретінде, бірақ та оның $500-700 это точно қалды, иә? Бірінші апта біз, получается, сол өзіміздің хаусингта тұрдық. Ол жер ұнамағаннан кейін жаңағы жерге көштік. И получается, енді бізге ол $300-400 ғана кетті деп, енді оны бастапқыға алып алсаңыз, кейін жетпей қалса, ол тоже болмайды, потому что біз максимально экономдаған болатын. Онда өздеріңізбен қаражат болғаны дұрыс. Ендігі кезекте бізде бомба сұрақ. Бірге айтыңыз, Раз, 2, 3. Қанша ақша таптыңыздар? Жалпы ақшаға келетін болсақ, өзіміздің тәжірибеміз бойынша айтсақ, біз мөлдір екеуміз $15000 таптық. То есть каждый $15000 тапты. Ешкім сізге гарантия бермейді. Сіз программаның ақшасын жабаласыз ба, немесе программаның ақшасын 3 есе, 4 есе асырып көтеріп аласыз ба, жалпы, не знаю, бір миллионер болып кетесіз ба деген сияқты да. Ол жақта барлығы ойлайды. Америкаға барып аламда мен бір енді море сияқты ақша табамын. Оның барлығы, яғни табуға болады ондай ақша, әрине, бірақ та ақшаны тоже еңбекпен келеді, термен келуі мүмкін, жаңағы ақшаның келуі де қиын болуы мүмкін. Біз мысалы 16 сағаттан жұмыс істедік күніне, 8 сағат ана жұмыста, 8 сағат екінші жұмыста. Но 16 сағаттан да асқан күндер бар. Одан төмен күндер бар, одан да в среднем сол 16 сағатты құраған болатын. Кейбір адамдар мысалы
енді сөйлесеміз ғой, барлық қазақтар бәрі бір-бірімен, біреулер $3000 тапқан, біреулер $2000 тапқан, яғни ол программаның ақшасын тіптен жаба алмаған да. Ал кейбіреулері $20000 тапқандар бар, $20000-дан асып тапқандар да бар, ол тіптен керемет. Сол үшін сізге ешкім гарантия бере алмайды, сіз осындай табасыз, осылай болады деген сияқты, барлығы өзіңіздің қолыңызда, өзіңіздің инициативасына байланысты, өзіңіздің еңбегіңізге, еңбекқорлығыңызға, ширақтығыңызға және де қалай айтады, удачливостьқа байланысты соған болып келеді. Собеседование ол ең үлкен этаптардың бірі, ең маңыздысы деп айтуға болады, себебі сіздің Америкаға баруыңызды, бармауыңызды осы күнге дейін жасаған жұмыстарыңыздың бір қорытындысы ретіндегі шығатын жауап. Оған негізі біз бөлек бір видео дайындауға шештік, себебі ол үлкен бір ауқымды тақырып, оны қазір біз былай айтып кете алмаймыз, себебі әр сұраққа бөлек тоқталу керек, қандай сұрақтар қойылады, қайсысына қалай жауап беру керек, қандай киіммен бару керек, оның барлығы да былай обычно болып көрінуі мүмкін, бірақ ол өте маңызды. Сіздің түр әлпетіңіз, өз-өзіңізді ұстауыңыз деген секілді. Сол үшін біз сіздерге давайте оған бөлек бір видео жасайық, оның барлығынан тоқталайық, разбор жасайық, примерно бізге қандай сұрақтар келді, барлығын айтайық. Сондықтан да сіздер примерно сұрақтарыңыз болса, тағы комментарийға жазып кетіңіздер. Біз барлығын жинақтап, оның барлығына жақын арада басқа бір видео дайындайтын боламыз. Және де бірге визаға дайындаламыз. Так что бізге де дайындалу керек, сондықтан да давайте бірге дайындалайық. Жалпы бағдарламаға қатысу үшін элементари деңгейінен төмен болмауы тиіс. Неге? Біріншіден, сіз жаңағы консулмен собеседование өтетін боласыз. Консул сізге сұрақтар қояды, белгілі отбасыңыз жайлы, хоббиіңіз жайлы, жұмыс орныңыз жайлы, яғни кез келген тіптен далада қандай жаңағы ауа райы болып тұр деген сұрақтар қойылады негізі. Иә. Немесе мөлдірге қандай эпизод жақсы көресің деген сұрақты келген. Неше түрлі сұрақтар дайындалу керек. Сол себепті консулдың не айтып тұрғанын, нені сұрап тұрғанын білмей қалу үшін ағылшын деңгейі маңызды. Екіншіден, окей, консулдан өттіңіз, ағылшын тілін білмеймін дедіңіз, каким-то путем өтіп кеттіңіз, Америкаға келдіңіз, жұмысқа сізді қойып қойды, бітті. Клиентпен қалай сөйлесемін, қалай мен оны обслуживать етемін. Біріншіден, сізге бірінші күні даже не предъява болуы мүмкін. Сен ағылшын тілі немесе жөнде ағылшын тілі немесе басқа жұмысқа кет деген сияқты. Өйткені әр жаңағы работодатель өзінің яғни компаниясына кір келтіргісі келмейді. Осы келіп апты, мен бизнесімді құртып жатыр, клиенттер қашып кетті деген сөзді ешкім көтере алмайды. Сол себепті ағылшын деңгейі өте маңызды. Өзіңізге де жеңіл болады. Ертең қазақтар бара салып Нью-Йоркқа барып Starbucks'тың кофе ішеді ғой. Енді неткенде, то что даже элементарно басқа адамдармен сөйлескенде де ағылшын тілі өте маңызды. Негізі сіздің жарайды, осы визаңызды алдыңыз, Америкаға бардыңыз, инглишіңіз жақсы, барлығы күшті. Енді сіз қанша уақыт қаласыз? Біз майдың 21-і барған болатынбыз. Майдың примерно бір 10-нан былай қарай бара беруге болады, қателеспесем. Бірақ оны тексеріп алу керек міндетті түрде. Америкаға барыласыз, және де осы октябрьдің 1-не дейін уже қайту керек болады. Яғни 4 айда октябрьдің 1-нен кейін ешқандай қазақстандық студент қалмауы тиіс. Қалған жағдайда это уже қылмыстық іс ретінде қолданылады. Ал қалған жағдайда да өзіңіздің статусыңызбен, яғни адвокаттармен бір нәрсе шешу арқылы, это уже бірнеше жұмыс этаптардан тұрады. Оны өзгерту керек. Негізінен сіз барған жағдайда негізі қайту керексіз. Яғни келісім бойынша. Сондықтан да сізге 4 айға уақыт беріледі. Сіз жаздың 3 айында ғана жұмыс жасай аласыз. Жарайды 4-ші айым бар ғой деп сіз сентябрь бойы жұмыс жасай алмайсыз. Сізге ол travel ретінде қарастырылған. Және де сіз негізі қыдырмайтын болдым деп не істейтін болсаңыз, сіз заранее туда и обратно билетті алған кезде сентябрьге қайтуға билет алып қойсаңыз болады. Жалпы осы сіздердің басқа да сұрақтарыңыз болса, біз жауап беруге дайынбыз. Сондықтан да комментарийға жазуға немесе біздің Instagram парақшамызға жазылып қойыңыздар. Біз онда міндетті түрде стористі күнделікті бөлісіп отырамыз. Қандай жағдайлар болды, лайфхактар бар, қандай тәжірибелерден өттік деген сияқты. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздерге әрдайым көмектесуге дайынбыз. Сіздермен болған Казмет, Америкаға барғысы келетін жандарға осы жылы Америкаға бару бұйырсын. Пока!